Бүгін марафонды бастаймыз. Бізде WhatsApp группа бар, достар. Осы фриланс марафон дейтін бізде жабық топ бар. Бұл жабық топта мен осылай тікелей эфирге шығып отырамын. Тікелей эфирде мынандай болуы мүмкін да, типа, мына өлең мен күшті айтып жатырмын ғой деген ақпарат сияқты болуы мүмкін, бірақ контентке мен чисто по делу нәрселерді салып отырамын. Например, контентке не жазу керек, триггер деген не, там подписчикті қалай жазу керек, текст қалай жазу керек, обработка фото дегенге мысалы отдельно посттармен ол жақта міне шапканы қалай оформить ету керек деген отдельно сабақтар болады. Ол сабақтар чисто по делу болады. А мына жер бұл жерде, наверное, будем разбирать, но тоже сабақтар болады. Солай жалпы план мынандай. WhatsApp группада мен жеке үй тапсырмаларын беріп, и ол жақта тағы да рейтинг шығарып отыратын шығармыз, наверное, ше. Чатқа қоспаса, чатқа қосады әлі. Біз шыны керек бұндай марафонды өткіземін деп те ойлаған жоқпын басында. Анау сіздер достарымсыздар ғой, шыны бөлісе берейін. Анау Тараздан, Алматыдан карантин деп барлығымыз шыққан кезде жол жөнекей 5 сағат жолда тұрып, Таразға кетіп баратқан жолда прямо андай бір өлім аузынан аман қалдым да. Андай бір аварияға түсейін деп, сосын үйге келдім да, мен айттым да, мен қазір ең соңғы күнім болғанда не істейтін едім деп ойладым да, сөйтіп айттым да, мен қазір не істей аламын, мен қолымнан келетін не, адамдарды бір бесплатно үйретіп көрейін осы моментте деп. Сол шын ниетімнің арқасында бір 5000 адамдай жиналып, әйтеуір жаңағындай тегін инстакарантин басталып кеткен болатын. Сол басталғаннан кейін примерно мен уже түсіндім, то что енді мына адамдармен ары қарай кету керек, бірақ ол уже тегін болмайды. Бір адам нәтижеге жету үшін конға бір нәрсе қою керек та, сондықтан осындай бір марафон басталып отыр. Марафонның результаттары үй тапсырмасы беріледі. Үй тапсырмасын бірден сіздерден тексеріп отыратын болам. Сол үй тапсырмасын тексеріп отырамын. Содан кейін результат, марафонның барысында результатқа жету, жетпеу, бұл мен үшін тоже вопрос. Мен сіздерге бір не емеспін, бір құдай емеспін, сіздердің барлықтарыңыз өзгеріп жіберетін. Бірақ бұл нәтижеге жету жолында біз бен сіз бар. Яғни мен өзім міндетімді, өзімнің берілген нәрсемді сіз қалағаннан артық берем. То есть менде ақпарат көп, менде чек-лист көп, менде видео көп, менде тегін курстар көп. Барлығы мен сізден қалағаныңыздан артық берем. Оған күмәніңіз болмасын. Сіз 5000 теңгеден артық ақпарат аласыз 6 күн ішінде. То есть ана өз елдер айтып отыр ғой, 300 мыңнан курс өттім, мынау деп. Одан көп ақпарат аласыз, уайымдамаңыз. Бірақ ол мәселе жасауда. Сондықтан қазір әркімнің уровені әртүрлі. Сондықтан жасаңыздар, тапсырмаларды әделеп қиын рет бермеймін, бірақ мынандай мынаны орында. Содан кейін достар, барлығымызға не болсын, мен былай ойладым да, маған көп адам жазды, Құлан мырза 3 рет тапсырманы орындамасақ шығарып жібермеңізші деп. Сосын мен ойладым да, давайте мен шығармай қойын, бірақ мынандай условия болсын. Бірінші орын алған адамға, давайте сразу, бірінші орын алған адамға мен өзімнің полный курсымды, ол курсым 500 мың теңге тұрады, но это как бы личный мой коучинг, соны сыйға беретін боламын. Балдар, ол победитель кім екені даже не обсуждается. Мен өзім, сіздердің 300 адамсыздар, олардың барлығына мен 100 балдан, мысалы, бүгінгі тақырыптан кейін мен әрқайсыңызға бал қоямын, өзіңізге жазып шығамын. Мына 100 балдан 50 бал алдыңыз, 80 бал алдыңыз деп. Сол 80 бал алған кезде менімен спорт етуге болмайды. Менімен спорт етуге вообще болмайды, потому что мен 100 бал деп қойдым ба, значит ол 100 бал. 50 бал деп қойдым ба, значит 50 бал. Нені именно қалай оценить ететін, оны мен өзім де білмеймін. То есть мен қараймын оны, и сәйкес келсе сондай баға қоямын. Сондықтан вообще осы марафон барысында советую быть на максимуме. Қазір үйде жатсыздар, карантин деп жатсыздар, давайте
прям активный болып, максимум болып, бір-бірімізге сұрақ қойып, маған қазір WhatsApp чатқа қосқан кезде сіздердің номерларыңыз болады, бірақ сұрақ туған кезде достар, сұрақты дұрыс қойыңыздаршы, пожалуйста. Мысалы, мынандай сұрақ дұрыс емес, маған сразу айтып қойын. Құлан мырза, мен мынандай бизнеспен айналысып жатыр едім, сол бизнесімді қалай көтеруге болады деген, бұл самый тупой сұрақ. То есть мен ол білмеймін, ол деген сөз, ол жеке консультация. Мен оны бірінші полный аудит жасап алып, типа барып оны тексеріп, 2-3 ай бүйтіп неғылып, сол кезде ғана айта аламын да, былай болады екен ғой деп. А сұрақ туған кезде былай қойыңыздар. Құлан мырза, мен вот сіздің тапсырмаңызды орындадым, соны қарап жібересіз ба? Немесе мен шапкамды, офферді былай жазып едім, ойыңыз қандай? Мен айтам, цепляет, не цепляет деген сияқты ақпарат. Секретный чаттағы ақпараттар, ол секретный чат деген сөз, ол жерде болатын ақпараттарды мен сіздерге бере алмаймын. То есть уәде. Вообще всем рекомендую, то есть бүгін продажа жабылды. Өздеріңіздің сөзіңізде тұрыңыздар. Мен продажада, мен айтам, мен бүгіннен кейін мен марафонға ешқандай адам кіргізбеймін. То есть сен қанша адам ақша төлеймін деп жатса да, оны жасамаңыздар. Менің уәдем айттым, алғашқы 50 адам секретный чатқа келді. Секретный чатта мен бөлек ақпарат берем деген сөз емес, просто қосымша бір бонус ақпараттар бар ол жерге. Ол чатқа сіз кірмесеңіз, значит сіз 50-дің ішіне кірмегенсіз. Продажада өте маңызды нәрсе сіздің өзіңіздің айтқан уәделеріңізді орындау. То есть мен солай үйреткім келеді өзім аудиториямды. Мен айтқан нәрсе ол всегда орындалу керек болды. Секретный чатқа кіре алмай қалдым, ол ақпаратты алуға бола ма деген сұрақтар осы жерден тоқтатылсын. Сіз секретный чатта болмасаңыз, значит сіз үлгермегенсіз. Так, достар, мен толық енді организационный вопростардың барлығын түсіндіріп кеттім деп ойлайын. Жаңағы бал қоямыз, балдан рейтинг шығып отырады. Бірінші орында кім, екінші орында кім, үшінші орынға. Бірінші орын, алғашқы үш орын менің бірінші өзімнің полный курсымды алады, оның құнылығы 500 мың теңге, и менің бір жеке консультациямды алады. Ол 2 сағаттық жеке консультациямды алады. То есть мен ол 3 ай бойы емес, 2 сағаттық жеке консультациямды алады, и сол курсымның толық модулін алатын болады. Екінші орын, ол 80% жеңілдік алады, соған. Үшінші орын, наверное, 50% жеңілдік алады. Вот осыған келейік, если хотите, мен анау қатысып атқан кезде қосымша тағы да приз жасауым мүмкін. Андай типа мен алғашқы бірінші, екінші, үшінші орынға шансым жоқ деген әңгіме жоқ. Мен барлық адамға бір кез келген сыйлық бере салуым мүмкін, ол мен өзімнің настроениеме, ощущениеме байланысты. Так, кеттік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мынандай: жеке бренд, аудиториямен жұмыс, ниша, позиционирование и отстройка от конкурентов деген тақырып. То есть жеке бренд, аудиториямен жұмыс, ниша, позиционирование деген сөз. Жеке бренд. Достар, мен жеке бренд туралы бір тақырыпта айтпасам да, мына страницаны қараңыздаршы, достар. Мына қыз маған ренжіп қалмасын. Мына страницаны қараңыздаршы қазір. Әдемі, я мына страница. Қалай ойлайсыздар, мына страница қалай өздеріңізге? Мына страница қалай сіздерге? Қалай ойлайсыздар? Мына страницаны айтыңыздаршы маған. Мына страницаны жақсы, жаман деп айтыңыздаршы. Мына страница бар сіздерге. Жақсы, я мына страница. Мына страница қалай сіздерге? Әдемі көрінеді, супер дейді, барлығы жақсы. Хорошо, мына страницаны көрдік, әдемі деп жатсыздар. Бірақ білесіздер ма? Бүгін осы страница маған қайта жазып қоймайды да. Құлан мырза, мен 2000 теңгем бар, 3000 теңгем бар. Мен страницаға кіреш дейді. Мен марафонға кіреш дейді. Я тартымды барлық, не жоқ. Өкінішке орай, мен көп SMM курстарын білем, то, что бір готовы сіздерге шаблонға кіргізетін, а мен қазір сіздерге просто жеке брендтің қарапайым тілмен айтып берем сізге, қалай жеке бренд болатын. Например, бізде әртүрлі аккаунттар бар. Сізде бизнес аккаунты бар, жеке аккаунты бар. Жеке бренд деп алып, біздің адамдар осыда қуып кетеді әдемі. Сөйтіп, на адам маған 2000 теңгем бар,
енді неге марафонға қосыңызшы деп айтып отыр да, ол кісі ренжіп қалмасын маған қазір ше. Но мен ашық шындықты айтқым келіп тұр. Сіздің жеке брендіңіз дейтін нәрсе, ол ешқандай бір боямасыз, керек емес. Қайттан айтам, керек емес жеке бренд. Яғни бүгіннен бастап бірінші тапсырма, сіз қандай да болмасын, аудиторияңыз тапсаңыз да, таппасаңыз да, не істемесеңіз де, ойнайсыз ба, күлесіз ба, күніге 14 сторис, бір пост, күніге обязательно, күніге, осы нәрсе тексерілетін болады. Бұл не үшін керек? Бұл басында сіздер қуасыздар. Мен ананы түсірем, мынаны түсірем, немесе камерадан түсіруге ұялып, камераға түсуге ұялып, мен немді көрсетем, немесе там сторисқа әртүрлі нәрсені салып, жазатын нәрседен мың ойланып, мен не жазам, мынау нәрсе лайкым аз ғой деп сияқты ойлануыңыз мүмкін. Бірақ бұл 14 сторис не үшін керек? Қолыңыз үйрену үшін керек. Кез келген жағдайда қолыңызды алып түсіретін. Жақсы сұрақ, не түсіреміз? Түсіргенде өзіңіздің өміріңізді камераға қарайсыз да түсіресіз. Өмірде осындай болып жатыр. Сіздің ең басты нелерге дайын болыңыз. Бірінші атакаға достарыңыз айтуы мүмкін, блогер болып кетіпсің ғой, вайнер болып кетіпсің ғой, басқа да сізге айтатын жолдары көп. Бірақ ешқайсына қарамаймыз, достар. Все пошли нафиг. Ақша тапқың келе ма, жасау керек осы нәрсені. Жеке бренд. Бұл не үшін? Қол үйрену үшін камераға. Енді камерадан ұяламын, түрім онша емес, анау онша емес деген адамдарға айтарым. Ең бірінші тура осылай бір марафон жүргізетін кезде тікелей эфирге шығып отырмын. Бір адам Қумаш деп жазады маған. Қумаш, түрім онша емес қой деп жазады. Кәдімгідей анау мына жеріңе әсер етеді барлық нәрсенің бәрін. Сонда мен өзіме сол кезде айттым да, құланым дедім. Қазір сен осы нәрсені істемесең, сен нормально ақша таппайсың. Сен түсініп жатсың ғой, то, что қазір инстаграмда өзіңнің жеке блогың болмаса, саған қиын болады. Уже сен қазір заманнан қалып баратсың деген сияқты өзіме бір жаман бір сорлығын сезінген момент болды да. Сосын бір уақытта айттым, ладно, мен пофиг түсірем деп. Маған да келді достарым, мамам звондап, сен не істеп жүрсің, сенде бәрі нормально ма деп. Достарым вайнер, кездескен кезде, сен вайнер болайын деп жүрсің ба, не болып жүрсің деп. Сондай да. Енді бұл 14 стористі түсіру аса бір қиындық тудырмайды деп ойлаймын негізі. Бірақ сіздерге мынаны ойлаңыздаршы, бір фотография салған кезде, бір суретті салған кезде, сіз қайта көріне беріп, сіздің жеке брендіңіз қалыптасады. Енді бұл жеке брендті қалыптастырған кезде мен қазір посттарға салатын болам, именно атты, өзіңіздің страницаңыз, атыңыз жақсы естілетін елге, мысалы Куланмен деген сияқты бір жақсы аттар таңдап, осымен жеке брендті қалыптастыру маңызды. Сіз жеке брендті қалыптастырған кезде маған көп адамдар айтады, бір уникальность болу керек, басқа да нәрсе болу керек, бір нәрсемен қуу керек деп. Біреулер кезінде осы жеке брендпен қуған кезде мен қолыма апельсин ұстап жүргім келген. Всегда бір выступлениеде қолыма апельсин ұстап жүргім келген. Бұл деген менің бір уникальностін білдіреді. Содан кейін мына нәрсе инсайтқа келді өзіме. Сен өзің уникальный адамсың. Сен камераға тұрда, қорықпа, айт өзіңнің мнениеңді, өзіңнің ойыңды. Вообще бір не салма. Андай бір маска киме. Маска кигенде де бір ойбай, мынандай нәрсе ғой деп айтуға қорқып емес. Кәдімгідей кімсің? Асқарсың ба? Асқарик, аккаунтың ұнамай тұр маған. Асқарик деген болмайды. Мен қазір осы аккаунтта бөлек салатын болам. Ат мынандай болу керек, мынандай болу керек деген сияқты. Сондықтан қарайсыздар. Просто қазір целом тыңдап барлығын. Солай. Ал постта достар, біреуге ақыл айтпай, лучше пост қалай кетеді? Өзіңіздің өміріңізде болған оқиғалар жазыңыздар. Мен мысалы
2015 жылы қадалғанмын, 2015 жылы мынандай болған деген нәрселерім үшін мен 35 франшиза сатқам. Содан кейін 35 франшиза сатқан адамдардың мен барлығынан сұрағам, мені не үшін сен 1,5 миллион теңгеге не үшін менен франшизаны сатып алдың деп. Сен 1,5 миллион теңге адамға төлетіп қойшы. Сосын олар айтады, мен жаңағындай нені сіздің страницаңызды оқыдым деп. Ал сіздер мына жерде мынандай адамдар бар, то же самое. Маған даже марафонға жазылудың алдында маған көп лайк қойып шыққан да, олар көп лайк қойып шыққан. Сөйтіп ең сонда оплата келіп тұрады да, потому что сіздің өзіңіздің страницаңызда жазған нәрселер, жазған посттар бұл қазір болмаса да кейін әсер етуі мүмкін сізге. Қазір болмаса, бірақ қазірден бастап дайындаламыз, жазамыз. Бірінші посттарыңыз ұзақ болып кетеді, бірінші пост немесе қысқа болып кетеді, ойланасың, не жазып жатырмын мен, не істеп жатырмын деген сияқты. Бірақ через какое-то время сізді елдер оқиды, сізге сенеді, шынайы, өтірік емес, бір адамға ақыл айтпай, өзіңіздің storytelling, яғни бұл өзіңіздің өміріңізде болып жатқан, немесе өміріңізде өтіп кеткен нәрселерді жазу шынайы. Бұл шынайылық триггері адамдарды жаман цеплять етеді и өзіңізге доверие создать етеді. Например, мен мына нәрсені айттым да, өзім кезінде пышар бизнесінде менде негативный отзывтар көбейіп кетті да, негативный отзывтар көбейіп кетті. И в тот момент мен Инстаграм ол постымды удалить етіп тастағам. Неге Инстаграмға бүйтіп жаздым да, вот менде дүкенімде сейчас проблемы. Вот менде көп негативный отзывтар түсіп жатыр. Ол неден болып жатыр? Потому что менде бір өзім кадрды дұрыс таңдай алмай жатырмын. Ол адамдар келеді де түсінбей жатыр. Анау поставщигім неғылды, друзья, поддержите, как можете помочь деген сияқты бір нәрселер жазған кезде, наоборот, менде саудам артып кеткен да. Сол сияқты жеке бренд деген, сенің жеке бренд деген андай күшті бір фотография, күшті бір страница емес, ол сенің өзіңнің қазіргі жасап жатқан нәрселеріңді шынайы көрсету и өзіңе бір нормальный ат қойып аш, вот сол атты всегда сен қайталай берсең, вот Құланмен, Құлантыр, Құланмен, Құлан, ана-мынау деп қайталай берген сайын сен елдер жаттап алатын болды. Осы нәрсені ойлаш, нейминг тақырыбында. Енді екінші, бізде жеке брендті, каждыйыңыз жеке бренд боласыздар, понятно, хорошо? Бағана мен осы марафонды басталмай жатыр, бір қыздармен сөйлестім, енді хиджаб тағады екен, енді өзінің діни көзқарастарына сәйкес келмей ма, бетті өзіне түсіру. Бірақ мынаны ойлаңызшы, менің методикам мынандай, достар. Қазір сіз мен типа страница мынандай болу керек, мынандай болу керек деген нәрсені мен и так сізге берем да, бірақ менің методикам мынандай всегда. Мен бірінші бойға сап жүремін. Қазір сен жеке брендтен әртүрлі, жаңағы 14 сторис салып, бір пост сала бастаған кезде сен түсінесің, то, что сен өзіңе не жазасың, потому что ішіңдегі барлық нәрсе шығады, сенің ойларың шығады, идея іздейсің, сторисқа түсетін кезде бір әдемі киініп алып, уже бір сөзіңді түзейсің, өзіңді түзейсің. Бұл вообще нереально күшті практика да. А сен сол кезде түсінесің уже. А вот сосын маған сұрағың реальный болады да сол кезде. Құлан мырза, 14 сторисқа не салам? Енді сосын 14 сторис салатқан кезде енді вовлеченность қалай арттырам? Анау пост жазатқан кезде енді қалай дұрыс пост жазам, сататын пост жазам? Там жазатқан Құлан мырза, посттарда мен триггерді қалай қолданам? То есть по запросу да любой нәрсе. А басқа марафон, басқа SMM курстар бірінші адамды үйретіп алады да шаблонға кіргізіп жібереді. Сосын шаблоннан кіргізгенде ол адам тупить етеді. Мен түсірген кезде былай болу керек, былай қарасам не болады деп. Еш нәрсе болмайды. Бұл жерде ешқандай шаблон жоқ. Так что ең бірінші тапсырма бұл күніге болатын тапсырма, күніге болатын тапсырма. Неге үйренеміз? Камераға үйренеміз, түсіреміз, қуамыз. Сразу 14 сторис түсіруде оңай болмайтын шығар, бірақ все равно түсіреміз, аламыз да түсіреміз.
отмечайте меня, вот, мені осындай өтіп жатырмын. Маған жауап беріңіз, ұялсаңыз. Вот, Құлан мырза бізді қинап жатыр, 14 сторис түсір деп айтып жатыр. Менің кінәм жоқ деп айтыңыз. Хорошо? Эксперт ретінде қалай болады пост жазу, контент жоспар. Мен контент жоспар бәріне келем. Просто мен целым просто картинаны көрсетіп отырмын. Мен айтам постты қалай жазу керек, и ол постты жазу қалай цеплять ететін тексттерді жазатын айтам. Маркетингте ең бастысы, сіз постты күніге жазған сайын, ең мықты маркетолог, достар, қандай маркетолог білесіздер ма? Ол текстті мықты жазатын маркетолог. Тексті мықты жазатын ол маман, ол болт маркетолог. Потому что текстің ішіне сен офферің бар, утупың бар. Вот офферің типа бізде әшейін текстпен ғана алады ғой. Билайн, живи на яркой стороне. Там типа осындай сен жазған сайын түсініп аласың өзің, хорошо? Все, жазған сайын түсініп аласың. 14 сториспен бір пост міндетті түрде маған жауап бер, маған айта бер, и все. И идеялар тоже жазып қоямын. Енді аудиториямен жұмыс. Көбіңізде бүйтіп айтасыздар, Құлан мырза, менде қазір не жоқ, подписчик жоқ, 200 подписчик бар, бірақ лайк болып қалады. Не болады ондай болса деп? Еш нәрсе болмайды. Бізде ол нелерді алғашқы 1000 подписчик, алғашқы 100 подписчикті қалай жинау жолдарын үйретемін. Саған ең бірінші подписчик емес, наверное, скорее всего, саған ақша керек. Бірақ сен целом мына жерді тыңдап ал. То, что сен қазір фрилансқа барсаң да, сен өзің бизнесің болса да, саған күнделікті өзіңнің жаңағы посттарыңды, стористарыңды салып тұру бұл маңызды. Аудиториямен жұмыс істегенде, мен естеріңізде болса, инста карантинде айтқан нәрселерді айтқан сатушымен қалай деп. Аудитория бұл жұмыс өте прям маңызды да, ол сенің подписчиктерің, сенің жалғызың. Мен стараюсь вообще никогда бір адаммен спорт етуге, егер де дебил болса, конечно, сразу блокирую, но нормальный адам болса, мен ол адаммен келісіп, ол адаммен наоборот бонус беріп, кей кезде түсіндіріп айтуға тырысам. Бізде аудиториямен жұмыс кезінде сенің кез келген адамға клиент всегда прав, ойбай демей, аудиториямен жұмыс істем мынандай да, бізде қандай контент план. Мен мына нәрсеге келісем да, бізде көбінесе аудиториямен жұмыс істегенде бізде қандай нәрселер адамға әсер етеді, мына нәрселер жазам. Бірінші, польза беру, ценность беру, бұл совет емес, яғни сенің ценностьтарыңды, пользаларыңды беру, яғни сенің бізде через какое-то время сен всегда өзіңнің историяң жаза берген сайын, сен ол адам семен бір тесный байланыста болып қалады. Мына видеодан көрі менің тексттарым жақсы өтеді аудиторияға ше. Не үшін білесіздер ма? Потому что ол текстті жазған кезде, сізбен бірге сұхбаттасып отқандай состояниеде болады. Сондықтан текстті міндетті түрде жазамыз, жақсылап тұрып, мынандай. Видеодан көрі, достар, мен өзім білем, видеодан көрі текст жақсылап әсер етеді. Мынау инста-карантинге сіздерді әкелетін кезде, мен всегда текстпен сторисқа алып кеп отқан. Бұлай, бағдарламасы бұлай болады, мынандай болады. Мен дәл сіздердің рольдарыңызға тиіп отқандықтан осындай инста-карантинге осындай адам жиналды, хорошо? Мен енді қандай тексттарды қолдану керек, аудиториямен қалай жұмыс істеу керек, ол туралы тағы да айта кетемін, бірақ мынандай жолдар бар. Бізде аудиториямен жұмыс істеген кезде вообще мынандай нәрсені жасаңыздар да, желание быть частью целого. Например, просто бір обществода сен мысалы фан-встреча, бір аккаунттың фан-пейджтарында не үшін адамдар жиналады, потому что олардың барлығының бір цели бар. Ананың бәрінің фанаттары солай сияқты. Сенің де өзіңнің
бір қажетті тақырыбыңа арнап соларды бірге алып жүрсең. Екінші, аудиториямен жұмыс істегенде наоборот, сен бір адамды бір не қойып аласың, бір общий цельге жинайсың, и немесе екінші жолы бар, бұл наоборот общий враг. Например, Аблязов, да, ол Аблязов айтады, сен видео тарап кетпесін. Менің врагым анау кісі, оны орнынан алып тастау керек деген сияқты. Бұған да адамдар жиналады сразу ше. Вот бұл екі простой жолы. Енді үшінші, наверное, жолы бұл авторитетность. Авторитетность ол сізге қазір сразу келмеуі мүмкін. Авторитетность бір елдер подписка жасайды, елдер бір аккаунтқа подписка жасайды, из-за того, что ол аккаунтқа подписка жасаған, ол как будто бір модный, да, например, мен қазір Билл Гейтске подписка жасап алсам, басқа адам то, что менің Билл Гейтске подписка жасаған білсе, ол типа менің авторитетін көтеріп жіберуі мүмкін, да, вот осындай жағдай. Бұл жағдайда сен біраз уақыттан кейін келесің. Бұған да осындай нәрсе жасау керек. И честность, наверное, честность. Бұл честность деген сөз, төртінші триггер честность. Вот сіздерге в основном совет ететінім, сіздерге прям осыны жасаңыздар деп айтатын, бұл честность. Яғни сіз барлығын честно айтасыз, өзіңіздің өміріңізде не болып жатыр, қандай болып жатыр деген сияқты. Постта честно жазасыз. Сол кезде сіздер адамның сіздің шынайылығыңызға, жаңағы видеода қуған ана вайнерларға не үшін жазылады? Вот сол кезде адамдар сізге де жазылатын болады. Тағы да бір эксклюзивный кезде жазылады. Қазір мен, бір минут. Эксклюзивный кезде адамдар тағы да жазылады. Бұл эксклюзивный кездер, например, бір сенің дешевый немесе бір жақсы үлкен VIP товарлар бар кезде адамдар тоже жазылады осындай кезде. Но бұл текст жазған кезде сіздерге более подробно түсіндіре кетем. Аудиториямен жұмыс кезінде көбінесе 360 нені қолданыңыздар. Бұл тікелей эфир, бұл сторис, бұл пост, бұл видеолар, жаңағы IGTV-дағы видеолар, осы 4 форматты қолданыңыздар. Енді достар, маған мынандай сіздерден сұрақ келеді. Ең бірінші ниша, енді немен айналысамыз? Позиционирование қандай болады? Позиционирование, яғни не жазамыз страницада, и конкуренттерден қалай өзіміз бөлексінеміз деген. Ниша, қазір нишасы бар адамдар, бұлар, наверное, қазір мен позиционирование тыңдайды. Нишасы жоқ адамдар, нәрсеге мен келіспеймін. Сізге мен WhatsApp группада примерно списоктарды берем, мынандай услугалар бар, осынша услуганы сатсаң болады деп. Бірақ қазір каждыларыңыз примерно бір нәрсені үйренесіздер. Ол қандай? Наверное, сторисқа видеолар, SMM менеджер, то есть маркетингті в целом үйреніп шығасыздар. Бұны бизнесіңізге қолдансаңыз болады, немесе басқа адамға өткізіп берсеңіз болады. Енді қараңыздар, позиционирование деген не вообще? Ертең, например, бізде уже аккаунтты әрлеп, аккаунттың барлығын дұрыстап, оны аккаунттың визуалын жасап, то есть андай RMM сияқты емес, сататындай визуалын жасаймыз, бірақ бізге қазір ол жасау үшін біз именно не туралы жазамыз и позиционированиеміз не болады, то есть менің позициям қандай жағынан болады деген сұраққа жауап беріп көрейік. Бізде мынандай да позиционирование, көп адамда осы позиционированиемен проблема. Если честно, менде де проблема болған осы уақытқа дейін. Мен анау дедім, мынау дедім, анамен айланыстым, мынамен айланыстым. Бір уақытта там типа бизнес-тренер сияқты мен де қуып кеттім, бірақ ең соңында айланып келіп, бұрында бір жыл бұрын Инстаграммен байланысқан нәрсеме келдім. То есть мен қазір позиционируем, это просто бизнес и стратег. То есть мен кез келген саған фрилансқа да көмектесе аламын, мен нольмен бастап жатқан адамға да көмектесе аламын, бизнесі бар адамға да көмектесе аламын. То есть мен бизнестегі ең басты мәселе бұл стратегия деп білемін да, и стратег номер 1 в Казахстане. Мен өзімді солай позиционировать етемін. Сіздердің де стористарыңызда қарасам,
уже елдер жазып жатыр да, Құлан Мырза маркетолог, стратег, мықты стратег. Мен оны адамдардың миына кіргізіп тастаймын, то что мықты стратег деген сияқты. Енді сіздер қазір мына нәрсені қарабаңыздаршы, адамнан көшірмеңіздер. Например, мынандай нәрсе керек емес та, SMM-шік, банальный, болады жазса, бірақ бір адамнан көшірмеңіз. Сіз өзіңіз қарап көріңізші, қазір шынымен сіздің өзіңіздің бір ерекшелігіңіз бар. Ол ерекшелікті қалай табамыз? Например, сіз өзіңіздің достарыңызбен, туысқандарыңызбен сөйлескен кезде сізде не туралы ақыл сұрайды? Вот топ 5 сұрақты көріңізші. Ол мүмкін емес, сіздің бір тупой болуыңыз мүмкін емес. Жаңыңыздегі дос нелеріңіз, туысқандарыңыз, достарыңыз сізден осы 5 нені көріңізші, 5 тақырыпты осыны алып көріңіз, бір 5 теманы. Например, кейбір адамдар сізден қалай бизнес ашам, қалай тез үлгеруге болады, қалай одежданы дұрыс киюге болады, сен қалай күшті киесің, прическаны күшті жасайсың, сен деген сияқты сізге достарыңыз айтуы мүмкін. Вот, нағыз сіз осы. Бізде көп адамдар қуып кетеді өзінің позиционированиесін алып, мен ойбай, анамен айналысам деп. Вот осы сұрақты ойланып көріңіз. Бүгін просто қазір деп сразу кетіп қалмай, просто вот ойланып көріңізші осы сұрақты. Реально вопрос, серьезный вопрос. Бұл сұраққа өзіңіздің достарыңыздан барып сұрасаңыз болады. Осыны сұраңыз, аудиториямыздан сұраңыз деп. Көрмін, аудиториямдан сұрайын деп жатыр. Бізде енді мынандай да, сен қазір позиционированиең дұрыс болмаса, сен қанша таргет, қанша продвижение, қанша контент жаса, қанша жаңағыдай мықты RMM страница жаса, сені продажа болмайды. Жаңағы қыз сияқты, мына қыз сияқты 2000 теңгеге кірейінші деп жалынасың да, потому что мына қыздың әдемі страницасы болғанымен бұның позиционированиесі дұрыс емес та. Бүйтіп жазып қойыпты страницасына, неде Инстаграмда ақша табуды үйретемін деп. И чо, қалай үйретеді ол, немен үйретеді? То есть непонятный нәрселер, сен кәдімгідей жаз, сен мынандай қарапайым нәрсе да, вот кеше бір қыздар болып жатыр еді, сонынан ключ алып беремін деді. В принципе, понятный нәрсе, адамға ол өтіп кетуі мүмкін. Содан кейін екінші вообще советім, өздеріңіздің өміріңізге характеристика беріп көріңізші, 5 бір маңызды сөзбен. Например, бұл путешествие, бұл бизнес, бұл поездки, бұл маркетинг, духовный, личный рост деген сияқты. 5 сөз, главный сөз, осы уақытқа дейінгі өміріңізді 5 сөзбен айтып көріңізші, 5 сөзбен. То есть осы сөзді тағы да мен неге тақырыпқа жазып қоямын сіздерге. 5 сөзбен айтып көріңіз, осы уақытқа дейінгі өміріңізді 5 сөзбен айтып көріңіз. Мен мысалы бүйтіп айтатын едім, бизнес, маркетинг, менторство, банкротство и семейная жизнь. Вот, например, да, вот енді банкротство мен семейная жизнь айтпаймын, мына үшеуі маған сәйкес келіп тұр, осы нәрседен келеді сізге. Бұл по-любому болады. Сен мынандай адамдар бар да, өзінің бизнесінен, өзінің жасайтын нәрсесінен ұялу. Например, кешегі біздегі бір қыз болатын, Күннұр ханым ғой. Бір жыл бұрын менде неге қатысқан кезде, инсташайға қатысқан кезде, маған қуып келген да, бүйтіп айтады да маған, Құлан Мырза, мен мынандай сетевой маркетингпен айналысайын деп жатырмын. Мен айттым да, сен қумаса, сенің қол өнерің бар. Қол өнерді ол өзі нормальный бизнес деп ойламайды. Қазір енді мысалы қол өнерін жасап, сол жасаған нәрселерін сатады и оның курсын сатады. Вот отлично. Вообще сен бизнес болып ақша табу үшін көп бір дәу нәрсені алудың қажеті жоқ та, простой нәрселерден сен ақша таба аласың. Сосын сенің өзің тағы да бір ойланып көрші, уникальностьің неде? Уникальностьің, может сен бір особенностьтарың бар, может сен бір достиженияларың бар. Вот осы нәрсені көр, вот сенің бұны тоже басқа біреуден сұра. Бар да, үйіңнен бар да сұра. Мамаңнан сұра. Мам, мен осы кіммін өзі? Мен қандай нәрселерден достижениям бар? Мамаңыз енді мақтап жүруі мүмкін, бірақ достарыңыздан сұра, аудиторияңыздан сұра. Сен кімсің? Мен
там типа бір басқа да нәрсені да, сені қандай деп, сенің қандай достиженияларың бар, ол біледі ғой. Мысалы адамның өзіне білмесе де мен сыртынан байқаймын. Вот сен папа айтамын да, папаға айтамын да, пап сен ана инструменттерді жақсы көресің ғой, осыған негізі видео түсірсе болады саған деймін да. Сөйтсе мен оны қалай түсіреді деп өзінен өзі анау өзінің соның нәрсесін білмей қалды да, потому что бізде андай бір өзінің несі бар, жаңағы бір подвал бар, сол жерде инструменттер жинай береді, жақсы көреді сол инструменттерді, еще соны қолдануға бір нәрселер жасайды. Мен айтдым, папа осымен аштауға болады, осыны қазақша ютубқа түсірсе болады, мынандай инструменттер бар деп. Қазақша блог нифига дамымаған. Бүкіл тема бос. Сен қандай тема бар бол, сен қандай темаға кірме, қазір сенде конкурент көп емес, наоборот, андай да бар, бірақ ол дебильный да аудитория. Сен қазір грамотно кіріп, осы нәрселердің бәрін жақсылап жасасаң, сен бірінші орында сен бір жылда спокойно аласың. Енді андай темаларда емес, Красный океаны бар, типа бизнес, SMM сияқты емес, сен ана қумай ойланып көрші осы тақырыпты, серьезно. Қумай ойланып көр, хорошо, енді қазір ары қарай мен тағы да кететін болам. Егерде сенде магазин бар болса, магазин бар болып, өзіңнің бизнесің бар болса, вообще мен андай нәрсеге қарсымын. Купи, там сатып ал, барахолка. Мен анау өткен сабақтарымда да айтқан болатынмын, қазіргі инстаграмдағы тақырып бұл личный бренд, яғни жеке бренд, өзінің адамның мынау лицосы. Маған жазған кездегі адамдардың барлығы типа ана аккаунтын талдап берші дейді, ол барахолка да, оны талдау ешқандай нәрсесі жоқ оның. Сондықтан вообще ең бірінші қазіргі задача сенің аккаунтыңды көрген адам, вот осымен айлансат деу керек қой, болды. Осымен айлансат. Например, там Жандос аккаунт жүргізеді. Жандос бұл сторисқа видео жасайды. Жандос бұл тек қана видео жасайды. Жандос басқа нәрсе жасайды деген сияқты. Қазір достар барлығымыз тұрамыз. Бір су ішіп алсақ болады, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бәріміз тұрамыз, 10 рет приседание жасаймыз. Бәріміз тұрамыз, достар. Тұрамыз, қазір ары қарай жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, жасаймыз бәрін, жасаймыз. 6, 7, 8, 9, 10. Все, жасадық деп айтамыз. Еркеблан таргетолог, понятно. Еркеблан таргетолог, понятно. Жасадық деп жазамыз, ары қарай кетеміз қазір. Я понимаю, бұл сабақ сіздерге андай сабақта бір алдында типа давай кеттік деп алып, содан кейін мына жерде енді давай позиционирование жаса, енді ойланып көрші деп айтып отырмын да, бірақ серьезно ойланатын сұрақ. Мен қазір давай деп алып кетсем, сен нарықта ешкім түсінбейді. Давайте позиционированияны шынымен ойланып көрейік. Например, давайте на комментарияға жазып көрейікші, достар, кім өзін қалай позиционировать етеді. Например, мен SMM-шікпін, мен таргетологпын дейтін. Жасадым дейді. Гладиатор в бой. Бойға шыққаннан бұрын, достар, бойға шыққаннан бұрын өздеріңізді позиционирование жасайық қазірше. Кімге вообще қиын болып тұр позиционирование тақырыбы? Мен типа жаңадан бастап жатырмын, мен түсінбей жатырмын деген сияқты нәрсені айтып көріңізші. Жасадым қызыммен бірге ішімдегі дейді. Алла разы болсын. Маркетолог дейді. Маркетолог. Мен обычно келіспеймін бұл сөзге, маркетологқа. Мен массажистім дейді. Вот массажист. Массажист курстарын, енді массажисті дамытасыз. Менде интернет-магазин. Почти живой, практика бар, тұрақтылық бар, товар бар, клиенті стол бар дейді. Ладно. Құрылысшы, маркетолог, таргет, онлайн кәсіпкер. Хорошо, енді фрилансер, онлайн кәсіпкер,
сізде әртүрлі услуга болуы мүмкін, бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді да, любой қазіргі адамдарға. Сен посредник болу үшін, онлайн кәсіпкер, фрилансер болу үшін, сен бір темада бір конкретно алып алсаң, например, аккаунт жүргізуді, SMM-шік, мен жақсы аккаунт жүргізе аламын деп алып алсаң, сен и видео да сата аласың оған, и сайт та сата аласың, и басқа нәрсе де сата аласың. Бұл сенің аудиторияң келген кезде оған сайт керек, явно оған басқа да нәрсе керек. Так, енді достар, мен сразу картамды ашқым кеп тұр. Вообще бір тамақ жасаудан басқа ойға түк келмейді дейді. SMM, Жібек SMM дейді. Жібек SMM, фудблогер, дизайнер, лэшмейкер, я топ-мастер шугаринга, разностроенная личность дейді. Киім сатамын, нольмін дейді. Позиционированиені түсіндім дейді. Бірақ өзіме жасау қиынырақ болып тұр. Нөлден келген едім дейді. Так, былай ғой достар, позиционирование реально андай вопрос та. Бұл бір бүйтіп мен болды, осындаймын деп айта салатын нәрсе емес та. Мен серьезно, ол позиционированиемді мен әлі іздеп, енді тапқан адамым ғой. Мен өзім қазір мынандай жасағым келеді, типа университет удаленных работ деген сияқты, специалист по удаленной работе деген. Мен нөлдегі адамдарға жұмыс тауып берем, немесе бизнеске мен маман тауып берем. Либо бизнес иелері келіп, олар примерно өзінің бизнесіне маркетингті қолдану керек. Вот осы нәрсені мен әлі жөн түсіндіре алмай келе жатырмын. Агроном. Достар, вообще есть отличный сайт, где я заработал фриланстағы ең бірінші миллионымды өзім спокойно тапқам. Бұл схема былай, достар. Бізде қалай жұмыс істейді қазір, любой нәрсе. Қазір сіздерде ақша табу үшін, сіздерде достар, сіздерде өздеріңіздің группаларыңыз немесе закрытый осындай бір сообществоларыңыз болған жөн. Это как делается? Например, SMM қазір сразу жасамаймыз, бірақ екінші, үшінші күнде жасаймыз, хорошо? Мынандай. Сіздер таргет жіберген кезде де, басқа нәрсе жіберген кезде де бүйтіп айтасыздар. Вот мен алғашқы 5 адамға аккаунтты жүргізіп берейін, немесе бір өздеріңіз жеңіл сататын. Солардың барлығын WhatsApp группаға, немесе осындай бір закрытый аккаунтқа жинайсыздар. И сол жерде бір сообщество болады. Бұл сообщество қалай болады? Менің жолым. Сол жерде сіз бесплатный адамдарға не беріп, немесе телеграмда не құрсаңыз болады, чат құрсаңыз болады. Вот отличный вариант, вообще телеграмда чат құрсаңыз. Бұл закрытый веб-чат для каких-то людей деп. И вот сол жақта жүргізіп отырып, контент беріп отырып, сіз сол жерде грамотно сатсаңыз болады. Менде ең бірінші фрилансқа келгендегі опытымды айта кетейін. Мынандай болды, бір программа болды, инстаграмға не жасайтын, лайк жасайтын, подписка жасайтын бір программа болды. Соны студент кезінде алдым да саттым 5000 теңгеден, бір программа 5000 теңгеден тұратын. Соны кәсіпкерлердің барлығын инстаграмнан іздеймін да, отырып аламын да, сондай. Вообще 0 мың ғой, дым жоқ, еш нәрсе жоқ. Менде таргет жоқ, не сайт жоқ, басқа жоқ. Прям жазып аламын параққа, барлығын аламын да, звондаймын. Сөйтем да айтамын, менде осындай программа бар, давай мен саған тест жасап көрейін, сенің бизнесіңе көмектеседі деп. Сөйтіп жүріп, менде уже база жиналды біраз өткен. И WhatsApp-тан менде 3 группа болған, 256 адамнан, WhatsApp-тан ол кезде телеграмдар шықпаған. Сол группада мен всегда общаюсь с людьми. Осылай болады, мынандай болады. И ана жерде бізде всегда общение кететін. И біраз уақыттан кейін маған елдер бит жаза бастады. Құлан мырза, Құлан, типа сайт жасай аласың ба? Басқа да бір программа бар ма? Немесе таргет жасай аласың ба деген любой нәрсені сұрай береді. Сосын мен айттым бір уақытта, мен жасай аламын. Мен өзім андай бір таразский бір өзім ойнап кетті да, коммерсант. Жасай аламын дедім. Сөйтіп, ең бірінші басқа да фриланс сайттармен жұмыс істейтін, мен лақтырып кетеді кейбір адамдар жасаған кезде. Мен аналардан ақшасын аламын, 5000 теңге, 6000 теңге, и басқа жақтан мен оны адамға жасатуға іздеймін ғой сол. Сөйтіп, маған лақтырып кетеді мен адамдар, кейбір адамдар. Сөйтіп фриланс сайттарынан іздеп, вот мына сайтты ешкім біле білмейді. Мына сайтты жазып алыңыздар. Офигенный сайт.
офигенный сайт. Мына сайтты жазып алыңыздар. Қазір осы уақыттан кейін мен қазір подробно обзор жасап кетемін. Мына сайтта бұл фриланс сайты, и бұл сайтта ең жақсы жері адамдардың рейтингі бар, и сол рейтингке байланысты сіз адамның отзывтары бар, қалай жасайды. И мынандайда сіздің жасаған неңізді, мынау сайт вообще, мынау сайт вообще маған миллион теңге алып беретін ай сайын. Мен спокойно отыратында, сол жерден мен клиенттен толық түсініп аламын, осындай сайт жасау керек, осындай ведение жасау керек деген. Түсінемін да, ар жақтан адамдар отыр, ар жақта сайтта адамдар отыр, барлық адамдар отыр. Мен айтам, осындай задание бар деп. И маған жасайды, маған барлығы келеді, мен ананың ішіне таңдап аламын. Сен жасайсың, сен жасайсың. И ақшасын төлеген кезде самый прикол, нифиговый нәрсесі, мен ақшаны жіберем ол адамға. Бірақ ол адам жұмыс біткенше, ана сервис ортасынан ұстап тұрады да, біткеннен кейін бірақ адамға жібереді да, ана адам. 3 рет несі бар, доработкасы бар, сондай бір керемет. Например, күшті логотиптерді 500 рубльға заказ берсе болады. Бұл 500 рубль дейтін бір 3000 теңге қазіргі тілмен. А сен ол жақсы ол логотипті 5000 теңгелігі, сен 15 мыңға, 10 мыңға сатсаң болады. Вообще, офигенный вариант. Күшті вариант. Бір кейбір сайттар бар, сол сайттарды лендингтар, бір одностраничный сайттарды. Orgzilla маған ұнамайды, мен Orgzilla'да болғам, мынау сайтқа жететін жоқ. Мен Orgzilla'мен де жұмыс істегем, мен freelancefl.ru мен де жұмыс істегем. Мына жерде просто осы жерде барлығын заказ берсе болады. Көп услуга бар. Мен подробно тағы да бір обзор жасап кетем. Дальше тыңдаймыз. Содан кейін сайттар бар. Например, мынандай сайттар бар да, мен көбінесе мынандай нәрсені қолданатын. Бізде Россия, Украина нарығында мынандай сайттар бар. Бір офигенный сайттар бар. Күшті сайттар, сататын сайттар бар. Мен сол сайттарды айтам, маған осындай сайтты неғып бер, жасап бер деймін. Ана сайтты примерно көшіріп, заданияларын, контактілерін өзгертіп, фирменный стилін өзгертіп, өзіңе қойып қойсаң болады. Бұл сайттарды енді арзан сатса болады. Менің копированиесі 500 рубль, доменге қоюы, мен копирование, домен деген нәрселер тағы да сториске айтам, пока тыңдай берші. Сөйтіп қоямын да, где-то бір 3000 рубль кетеді, ол 3000 рубльдің бір 15000 теңге сондай, а мен 60000-нан сататын да. Солай жүріп, маған на сайттың өзінен маған 1 миллион теңге спокойно шығатын. Бұл студент кезім, қазірде ондай возможность бар деп ойлаймын. Ең бірінші сізге не керек? База керек. Бұл базаны сіз в любом немен таба аласыз. Любой нәрсемен таба аласыз. Например, мен тағы да WhatsApp группасына не жіберем? Вообще разбор аккаунтының несін жіберем? Бір примерін жіберем. Солай жіберсеңіздер болады да. Например, мен осындай аккаунтта разбор жасадым. Енді давайте, бізде андай клуб бар, присоединяйся, да, присоединяйся. Бізде елдер мына нәрсені жақсы көреді. Бір жерге қосылған жақсы көреді. И ол жақта көп адам болса, олар сояққа ұмтылады да. Бұл триггер, кәдімгі психологический триггер. Адамдар, өздеріңіз байқасаңыздар, очередь тұрған жерге артынан барып тұра береді, очередьке бүйтіп тұра береді. Ал ешкім жоқ болса, 1-2 адам тұрса, қойшы, ертең келеміз кетіп қалады да. Осы сен клубты құрауың маңызды. Бұл клубты WhatsApp группа құрасың ба, WhatsApp группадан бассаң болады, 256 адам ше. Оны өзің құрып, именно сондай әңгіме болу керек та, ішінде именно сондай әңгіме болу керек. Бұл адамдарды қалай табасың ең бірінші? Өзіңнің блогың арқылы, достарыңа жібер, мен досымды белгіле, досымды белгілесең, мен саған жіберем осындай материалды, қазір тегін берем, кіресің, барлығын. Сразу сатуға асықпа. Бірақ 2-3 күн оларға тегін материал беріп, примерно қолдансаң болады. Рабочая схема, потому что бұл нәрсені өзім талай жерден қолданған, мен просто интуитивно ол нәрсені дұрыс жасағанымда, өйткені маған жаңа программаны сатқан кезде маған группа создать ету ол вынужденная мера болды, потому что барлығына бірдей түсіндіргім келді да, и через какое-то время ол маған ақша алып келді. 1 миллион теңгеден аса ақша алып келді даже через какое-то время. 3 группам бар, нереально
күшті да әлі жазады маған, Құлан мырза сайт жасап бересіз ба, Құлан мырза ананы жасап бересіз ба деп. Енді хорошо, фриланс нарығына жаңадан келіп жатқан, маркетинг нарығына жаңадан келіп жатқан адамдар в целом вообще нәрсені түсінсін. То, что сенің қазіргі жасаған нәрсең, сен хоть, сайт жаса, хоть сен Инстаграм жаса, сен хоть дизайн жаса, сен хоть видео жаса, барлық нәрсені жаса, сенің басты ойлайтының продажа болсын. Потом модный штукалар, модный сөздерден көрі, сен қарапайым нәрсе қылып жасаш, любой нәрсені қарапайым қылып жасаш, қиындатпай. Сенде осы жерде результат болады. Ол деген мына деген сөз. Мысалы, мен сіздермен осы уақытқа дейін қазір маған күлсеңіздер болады барлықтарыңыз. Мен 4 миллион теңгені неге құрып тастағам? Типа платформа жасаймын. Ең бірінші мен қазір осындай марафондар өткізбестен бұрын мен платформа жасаймын, достар. Мен бірінші платформа жасап алайын, платформам күшті болсын деп ойлағам. Сөйтіп сіздердің барлықтарыңызды осы Инстаграмға жібердім, келдім, 3 күнде өткіздім, и барлығы қарапайым. Сенің өткізетін нәрсең, сенің беретін нәрсең просто қарапайым болсын болды. Оған не обязательно таргет, оған не обязательно басқа нәрсе. Сен өзіңнің қазір группаларын қолдансаң болады. И ол адам болатын, ең басты нәрсе, болатын нәрсені пайдалансаң, беретін нәрсең болатын адамға пайдалы болса, ол достарына айтады, и через какое-то время сенде сообщество құрылады. Үйге тапсырма, вообще, жеке брендке 14 stories, бір пост обязательно, и аудиториямен жұмыс, бұл аудиториямен жұмыс, яғни бір клуб құру өздеріңіздің араңызда. Бұл клубта бір 5 адам болуы мүмкін, 10 адам болуы мүмкін, бірақ бір 100 адамнан аса адам болса жақсы. Ол клубта Инстаграм страницадан керек емес. Бұл чат құрыңыздар, WhatsApp чат. Бүйтіп айтыңыздаршы елдерге, секретный чатым бар деңізші. Маған дофига адам жазды ғой. Блин, секретный чатқа не үшін кіргізбейсіз, Құлан мырза деп. Ол не үшін білесіз ба? Потому что анау көргісі келіп тұрады да, аяқта не бар екенші. Аяқта көргісі келіп тұрады, не бар екен. Секретный чатқа еще бүйтіп айтсаңдар болады да, секрет андай чатқа ойбай, типа только избранных берем деген сияқты. Вот кіргізесің сол адамдарды, сол жерде сенің тусовкаң бәрі сол жерде болады. А бізде адамдар қалай бізде қазір қимылдаған кезде ойбай, таргет, ойбай, арықтан бір нәрсе деп, бәрі қарапайым ғой. Сен келген адамдарыңды стап қалып, общение болса, ол жерде бір комьюнити болса, то есть диалог болса, сенде продажа болады. Енді сол клубтың атын құрып ал. Например, мынаны деп айтатын едім да. Мен мысалы қазір любой бір уақытта адамдарды тағы да бір идея бар да, өзінде жасайтын. Лайктайм жасайды адамдар. Мен бір қызды білем, то что лайктайм деген қазір мен ол методқа қарсымын, бірақ бір қыз бар, лайктаймнан айына 3 миллион теңге табатын. Оның методы мынандай. Тура осындай айтады, давайте ақша табудың жолы бар дейді. Үйге отырған аналарға айтады. Просто ол даже таргет ешнәрсе жібермейді, бірақ айына 3 миллион теңге табады. Схемасы мынандай, қараңыз. Бүйтеді ол. Сен күнде 10 мың теңге таба алатын схемам бар дейді. Сөйтіп айтады, ладно, хорошо, қандай схема дейді, айтады. Сен қазір блогерларды іздейсің, соларға лайктайм, то есть мен мынандай нәрсе бар, типа адам бір пост салса, сол елдің бәрі соған лайк басады, астына комментарий жазады. Вот осы платный да, там мен мысалы заказ берсем, маған 1000 лайк, астына 100 комментарий жазады, оның барлығы типа правдоподобный болып көрінеді. И маған бір каким-то образом бұл статус береді. Сөйтіп соған жазған кезде мен оған ақша төлеймін. Ал ол организовать еткен адам ол 100 аккаунтты жинап алуы мүмкін, и ана жақтағы үйде құрып отқан аналарға комментарий, лайк басқызып қояды да ол. Сөйтеді да оларға күніне бір 10 мың теңгеден ойнатып жіберуі мүмкін, оның барлығы алмайды. Менен ол 20 мың, 30 мың, 40 мың теңге алады да, и айына 3 миллион теңге табады. Блин, мынандай да, сен ана адамға келесің жұмысқа, бір сетевой маркетинг сияқты айтады, сен қазір маған бір адамды алып келсең, содан 10%-ін тағы да аласың, 20%-ін тағы да аласың деп ше. Енді біздегі қазір адамдардың мына нәрсесі бар да, тек қана ойы, сатудағы ойы, таргет, Инстаграмнан басқа еш нәрсеге жетпей қалғанда, бірақ сен ойлаш,
сен қазір партнерский маркетингті қоссаң, бұл сетевой маркетинг емес, партнерский маркетингті қоссаң, вот нереально продажа болады. Оны бүйтіп айтасың. Мен, например, через какое-то время тоже подключусь себе. Но мынандай да, менің главный курсым, мысалы, 300 000 теңге тұрады, мен айтамын да, егер де менің курсымды біреу сатып берсе, я готов сразу дать 10%. То есть это уже 30 000 теңге. Сен қазір мына бітіп жатыр, мен тағы да тікелей эфирде тағы да жалғастырамыз. Маған давайте осы жерден бітіре салайын, келесі эфирге қайттан кіреміз,